Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіздер. Балалар, сендер қазақтың қандай ұлттық ойындарын білесіңдер? Жарайсыңдар балалар, тоғыз құмалақ. Балалар, сіздер білесіңдер ме? Қазақтың тағы бір ойыны бар. Ол теңге ілу ойыны. Қазір ол ойынды сендер мен біз қысқаша ойнаймыз. Теңге ілу ойыны ер азаматтардың атқа мініп айдалада ойнайтын ойыны. Ал бізге қазір осы қысқа түрін ойнау үшін мен алдымен шеңберді ортаға тастаймын. Екі топқа екі ат беремін. Және де ортаға теңгені қоямын, я? Содан соң біз әуен қосамыз. Әуен басталып, өшкен кезде кім бірінші мына теңгені алады, соған ұпай саны қосылады. Сол топ жеңіске жетеді. Түсінікті ме, балалар? Ал қазір бізге екі топтан бір бала шығып, ортамызға шыға қойыңдар. Шығып, өлең басталғанда бастап кетеді. Әбілмәнсүр келе ғой. Әбілмәнсүр мен Жанбота шығады, е? Ал бастадық. Жарайсың, Әбілмәнсүр, сендерде бір ұпай. Аламыз, е? Отырамыз. Жарайсың. Келесі Муслим мен Асылым. Кәнеки, бастаймыз. Жарайсың, Муслим. Сендерге бір ұпай. Тамаша.